Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін осындай үлпілдек әдемі капкейк жасайтын боламыз. Олай болса кеттік. Капкейк жасау үшін керек заттар: 55 грамм какао, 250 грамм ұн, 300 грамм қант, 120 грамм сұйық май және де бір кішкентай қасық уксус. Сіздер міндетті түрде алма уксусын алыңыздар, және де 2 жұмыртқа. Және де бізге 280 мл сүт керек болады. Ең алдымен біз құрғақ заттарды қосамыз. Ең бірінші какао. Мен какаоамды қосып алдым. Одан кейін 250 граммды ұнымыз. Одан кейін 300 грамм қантымызды ыдысымызға қосып аламыз. Құрғақ заттарды қосқаннан кейін кондитерлік күрекшемен оларды жақсылап араластырамыз. Сіздер қасықпен де араластыруларыңызға болады. Мен какао секілді болғанға дейін ұнтақтарды араластырдым. Одан кейін біз өзіміздің кішкентай қасық тұзымызды және де бір кішкентай қасық содамызды қосып аламыз. Оларды жақсылап тұрып араластырамыз. Оларды жақсылап араластырып алдым. Енді біз оған 280 мл сүтімізді құямыз. Қосып алғаннан кейін екеуін жақсылап қою массаға келгенше жақсылап тұрып араластырып аламыз. Одан кейін келесі ингредиенттерімізді қоса береміз. Міне мен қою массаға дейін араластырып алдым. Енді осы қою массамызға өзіміздің 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Жарып алғаннан кейін біз сол 2 жұмыртқаны қою массамен араластырамыз. Араластырып алғаннан кейін біз 120 мл сұйық майымызды қосып бұны да жақсылап тұрып араластырамыз. Содан кейін бір кішкентай қасық алма уксусын қосамыз. Барлығын қосып алғаннан кейін бұл өзі орташа бір массаға келеді. Содан кейін біз оны дүкеннен алынатын кәдімгі пакетке салуымызға болады. Сіздерде егер кондитерлік қап болса, онда соған да салуларыңызға болады. Мен бір жерін байлап алдым, және де енді осы қою массамызды соған саламыз. Мінекей мен пакетке салып алдым. Енді осындай кекстің ыдыстарын дайындап аламыз. Ыдыстарды дайындап алғаннан кейін біз оларды жақсылап сұйық маймен майлап аламыз. Хопля, мінекей, мен барлық кекстің ыдыстарын майлап алдым. Енді біз пакеттің ұшын қайшымен кесетін боламыз. Мінекей кесіп алдым.
Енді барлық формаға бірдей қылып тамызып шығамыз. Мінеки барлығына бірдей мөлшерде құйып алдым. Енді біз 180 градуста 30 минуттай капкейктерімізді пісіріп аламыз. Мінеки өте күшті болып шықты. Егер осы видео және де осы рецепт сіздерге ұнаса, онда лайк басып, комментарий жазып және де тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар!